Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 7 сынып геометрия 16-28 есеп. Мен берілгенін жазып алдым, және де үшбұрышты кесіндіні сыздым. Берілгенде бізде АД бисектрисасы және С бұрышы бізде 50 градусқа тең деген. Енді мынау САД, яғни осы жеріміз мына жерді 28 градусқа тең деп берген. Бізге табу керек, мына бұрышты табу керек болады. Осы бұрышты табу үшін бірінші біз түсініп алуымыз керек, мынау АД дегеніміз, яғни бұл бисектриса. Бисектриса дегеніміз бұрышты теңде екіге бөлу. Яғни біздің қазір бисектриса қиып өтіп тұр ғой мына жер. Яғни бұрыш мына жер 28 градусқа тең болған екен, мына жерімізде 28 градусқа тең болады. Так, былай деп жазайық. А бұрышы тең болады. 28 градусқа қосамыз, 28 градусты тең 56 градус шығады. Енді В бұрышын табу үшін бізге бұрыштарды қосуымыз керек. Ол үшін А қосылған С қосылған В тең болады 180 градусқа. Енді жазамыз. Бізде Амыз 56 градусқа тең. 56 градус қосылған С бұрышымыз бізде 50 градусқа тең. Қосылған В бізде белгісіз, яғни В-ны табуымыз керек. Тең 180 градус. Так, 56-ға 50-ді қосамыз 106, қосылған В бұрышы тең 180 градус. В бұрышыны шығарып жібереміз. Так, 180 градустан аламыз 106 градусты. В тең болады. Бізде неше градусқа? 74 градусқа тең болады. Яғни біздің мына бұрышымыз 74 градусқа тең В бұрышы. Бізде келесі есеп 16-29 берілгені міне. Так, берілгенде бізде АД бисектриса, міне АД бисектрисасы берілген. САД, яғни мына жеріміз біздің 30 градусқа тең. В бұрышы бізде 72 градусқа тең. Бізге табу керек, С бұрышын табу керек. Ол үшін біз не істейміз? Бірінші біз мынаны біліп алайық. Бисектриса дегеніміз бұрышты теңде екіге бөлу. Яғни қазір бізде бұрышты А бұрышын бізде теңде екіге бөліп тұрғаннан кейін бұрыштың бір бөлігі 30 градусқа тең болса, оның екінші бөлімі де 30 градусқа тең болады. Мына жерде 30 градусқа тең болады. Оның қосындысын жазып алайық. Біз А бұрышы тең болады 30 градус қосылған 30 градус тең болады 60 градусқа. Яғни А бұрышымыз біздің 60 градусқа тең. Яғни бізде А бұрышы, В бұрышы белгілі, енді С бұрышын табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз бұрыштарды қосамыз. А қосылған В қосылған С тең болады 180 градус. А бұрышы бізде 60 градусқа тең, қосылған В бұрышы 72 градусқа тең, қосылған С бұрышы бізде белгісіз, оны табамыз 180. 60-ға 72-ні қосамыз 132 градус, қосылған С тең 180 градус. Так, С бұрышы тең болады 180 градустан аламыз 132 градусты. С тең бізде қаншаға тең болады? 48 градусқа тең болады. Яғни біздің мына бұрышымыз 48 градусқа тең екен. Бізде келесі есеп 16-30 есеп. Бұл жерде бізде берілгені АД ВЕ бисектрисасы бөлінген, яғни А бұрышы мен В бұрышын теңдей бөлу. Бисектриса дегеніміз. Мына жер С бұрышы бізде 60 градус деп берілген. Бізге табу керек АОВ-ны, яғни мына жер бізде табуымыз керек. Ол үшін бізде қараңыздар, бұл жерде бізде тек қана бір ғана бұрышы анық болып тұр. Яғни екі бұрышы бізде анық емес. Яғни үшбұрыштардың қосындысы бізге 180 градусқа тең болған екен. Қараңыздар енді. А қосылған В қосылған С тең болады 180 градусқа. Бізде А қосылған В қосылған С бұрышы бізде 60 градусқа тең 180. А қосылған бұрыш В тең болады 180 градустан аламыз 60 градусты. А қосылған В бұрышы тең 120 градусқа. Яғни А бұрышы мен В бұрышының қосындысы 120 градусқа тең болып тұр. Сонда
мына бұрышымыз бен мына бұрышымыз 60 градусқа тең деген сөз, мына жеріміз. Енді арғап жазайық. Сонда біздің мына бұрыш пен мына бұрыштың қосындысы 120 градусқа тең болатын болса, 60-60-тан бөлгенде, ол кезде біз былай деп жазайық. ОАВ, мынау ОАВ қосылған ОВА, ОАВ тең болады. Мынау 60 градус, мынау 60 градус, яғни 120 градус беріп тұр. Сонда әрқайсысы 60 градусқа тең болып тұр. Енді жазайық. ОАВ қосылған ОВА қосылған АОВ тең 180 градусқа. Міне, ОАВ қосылған ОВА қосылған АОВ. Бізде мына бұрыштар бізде белгілі, ол 60 градусқа тең деп алдық, жаңа. Енді АОВ тең 180 градус азайтылған, мынауымыз біздің міне 60 градусқа тең, 60 градусқа. Сонда АОВ тең болады 120 градусқа. Біздің жауабымыз АОВ тең болады 120 градусқа. Бізде келесі есеп 16-31 берілгенде бізде тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрыштар бисектрисаларының арасындағы сүйір бұрышын табыңдар деген. Яғни тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышы дегеніміз ол В мен С бұрыштарын айтып тұрмыз. Бисектриса дегеніміз мына ВД есі арасындағы сүйір бұрышын табыңдар деген. Сүйір бұрыш дегеніміз ол мына жерде айтып тұр. Енді қарайық. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрыштары олар В және С бұрыштары, кешіріңіздер, С бұрыштары, осы жеріміз сүйір бұрыштары. Сүйір бұрыштары бізде тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрыштары олар 90 градусқа тең болады. Яғни В қосылған С тең 90 градус. Бисектриса деген теңде екіге бөлу деген сөз. Бұрышты теңде екіге бөлу деген сөз. Яғни В және С бұрыштарын қазір бізде бөлініп тұр ғой, мынау бисектриса. Яғни бізге мына жерді, В және сонда біздің 90-ды бисектриса деген екіге бөлеміз. Сонда 90 градусты екіге бөлсек, сонда 45 градустан тиіп тұр. Яғни қазір біз мына жерді табамыз. Сол кезде 45 градусқа тең болса, қараңыз енді ОСВ қосылған ОВС. Яғни бұлар 45 градусқа тең болып шығады. Сонда ОСВ қосылған ОВС қосылған СОВ тең болады 180 градусқа. Мына жеріміз біздің, мына бұрышымыз 45 градусқа тең. Міне, мен жаздым. 45 градусқа тең. Қосылған СОВ тең болады 180 градусқа. Яғни СОВ тең 180 градустан аламыз 45 градусты. Так, СОВ тең болады қаншаға? 135 градусқа. СОВ жаңа табатын міне. СОВ. Сонда біз мына бұрышты таптық.